Бүгінгі сабақта тригонометрияның негізгі формулаларын қолдануға тағы бір мысал келтіреміз. Өздеріңіз көріп отырғандай, косинус 2π бөлінген 7 плюс косинус 4π бөлінген 7 плюс косинус 6π бөлінген 7 қосындысының мәнін табыңдар дейді. Бұндай жағдайда әдетте осы өрнекті косинус қосындылар болса, немесе синус болса да, біз синус альфа немесе пи бөлінген 7 болса, бәрінде аргумент. Сонда пи бөлінген 7 өрнегіне көбейтіп бөліп жіберуді қолданамыз. Сонда мынандай өрнек пайда болады. Бөлшектің алымына, яғни біз былай деп жазамыз. Косинус 2π бөлінген 7, косинус 4π бөлінген 7, косинус 6π бөлінген 7 өрнегін 2 синус π бөлінген 7-ге көбейтіп бөліп жібереміз. Енді біз бұл мысалды түсінікті болу үшін амалдап орындайық. Яғни жақшаның сыртындағы 2 синус π бөлінген 7-ні жақшаның ішіндегі әрбір қосылғышқа жеке-жеке көбейтетін болсақ, 2 синус π бөлінген 7 көбейтілген косинус 2π бөлінген 7 болады. Сол амалды бөліп жеке орындап алайық. Сонда 2 синус π бөлінген 7 көбейтілген косинус 2π бөлінген 7. Бұл жерде синус пен косинустың көбейтіндісін қосылғыштарға жіктейміз. Яғни 2-нің өзін жазамыз. 2-ден 1. Формуланы еске түсіреміз. Синус пен косинустың көбейтіндісін қосылғыштарға жіктегенде синус π бөлінген 7, яғни альфаның орнында тұр, минус 2π бөлінген 7, яғни бұл беттаның орнында тұр. Плюс синус, енді осылардың қосындысы болады. Синус π бөлінген 7 плюс 2π бөлінген 7. Міне осыны есептеп алайық қанша екен? 2 мен 2-ден 1 қысқарып кетеді. Сонда синус, яғни санаймыз, пи-ден азайтсам 2π-ді минус π. Минус π бөлінген 7. Яғни синус тақ функция болғандықтан минусты жақшаның сыртына шығарамыз да π бөлінген 7 деп жазамыз. Яғни қайтадан ортақ бөлімі 7. Ендеше бөлімінің өзі жазылады. Алымында тұрған π-ден азайтамыз 2π-ді. Пи-ден 2π-ді азайтсақ минус π шығады. Минус синус тақ болғандықтан алына шығып кетеді, минус π бөлінген 7 қалады. Келесінде плюс, енді синустың өзін жазып қоямыз. Мұнан есептейміз. Бөлімі ортақ, өзі қалады. Пи-ге қосамыз 2π-ді 3π болады. Сонда жақшаның ішінде 7-ден 3π, немесе 3π бөлінген 7 деген өрнек қалады екен. Оны осылай қоя тұрайық. Екінші амал деймізде, жаңағы 2 синус π бөлінген 7-ні көбейтеміз косинус 4π бөлінген 7-ге. Дәл алдыңғы амалдағыдай синус пен косинустың көбейтіндісін қосылғыштарға жіктейміз. Яғни формула бойынша 2 көбейтілген 2-ден 1, 2 берілгеннің өзі 2-ден 1, формуладағы 2-ден 1. Сонда синус альфаның орнында π бөлінген 7, минус беттаның орнында 4π бөлінген 7, плюс синус осылардың қосындысы болады енді. Міне, енді есептеп жібереміз. Не болады екен? 2 көбейту 2-ден 1 қысқарып кетеді. Сонда синус қалады. Бөлімі бірдей, 7-нің өзі қалады. Пи-ден азайтсам 4π-ді минус 3π. Минус синустың алына шығып кетеді, себебі синус тақ функция. Минус 3π бөлінген 7 болады. Қосылған синус 7 ортақ бөлімі өзі қалады. Пи-ге қоссам 4π-ді 5π болады. Сонда 5π бөлінген 7 деген өрнек қалады екен. Енді үшінші 2 синус π бөлінген 7-ні 2 синус π бөлінген 7-ні көбейтеміз косинус 6π бөлінген 7-ге. Косинус 6π бөлінген 7-ге. Дәл жаңағыдай синус пен косинустың көбейтіндісін қосылғыштарға жіктейміз.
Ол бізге мынаны береді. Синус альфаның орнында пи бөлінген 7 минус беттаның орнында 6 пи бөлінген 7 плюс енді қайтадан синус осылардың қосындысын жазамыз. Сонда не болды? 2 көбейтіп 2-ден 1 қысқарып кетеді. Синус ортақ бөлімі 7, пиден азайтсам 6 пиді, минус 5 пи болады. Минусты алдына шығарып жібереміз. Сонда 5 пи бөлінген 7 қалады екен. Ары қарай плюс синустың өзі. Пиге қосамын 6 пиді. Бұл 7 пи болады. 7 пиді 7-ге бөлсек пи қалады. Синус пи болады екен. Енді соңғы 4-ші амалды біз мына жаққа жазайық. Сонда не байқадық? Бөлшектің бірінші өрнегінен минус синус пи бөлінген 7 минус синус пи бөлінген 7. Ал енді синус 3 пи бөлінген 7 мен бөлшектің бөлімінде тұрған минус синус 3 пи бөлінген 7 0 болып кетеді. Жазайық жарайды. Синус 3 пи бөлінген 7 минус бөлшектің келесі минус синус, біз оны енді минус синус пи бөлінген 7 плюс синус 3 пи бөлінген 7, ол бірінші амалдан шыққан өрнек. Ал екінші амалдан шыққан өрнек минус синус 3 пи бөлінген 7 плюс синус 5 пи бөлінген 7. 5 пи бөлінген 7 минус соңғы амалдан минус синус 5 пи бөлінген 7 плюс синус пи шықты. Осылардың бәрін қосатын болсақ, плюс синус 3 пи бөлінген 7 мен минус синус 3 пи бөлінген 7-ның қосындысы 0 болып кетеді. Плюс синус 5 пи бөлінген 7 мен минус синус 5 пи бөлінген 7-ның қосындысы 0 болып кетеді. Ал синус пидің мәні 0-ге тең. Сонда бізде өрнегіміздің мәні минус синус пи бөлінген 7 болды. Бұл бөлшектің алымындағы көбейтудің үлестірімдік заң бойынша жақшамаларды ашып, ұқсас мүшесін біріктіргеннен кейінгі шыққан өрнек. Сонда ең соңында берілген өрнектің мәні бөлшектің алымында минус синус пи бөлінген 7 қалып тұр. Ал бөлімінде 2 синус пи бөлінген 7 тұр. Сонда алымындағы синус пи бөлінген 7 мен бөліміндегі синус пи бөлінген 7-ні қысқартсақ, өрнектің мәні 2-ден 1-ге тең болады екен. Минус 2-ден 1.